Сендердесіңдер ме, балалар? Сендерді көргеніме қуаныштымын. Отыра қойыңдар. Бүгін сабақта кім жоқ? Жақсы қаламыз сізберміз. Балалар, біз енді сабағымызды бастамас бұрын, қазір кішкене көңіл күйімізді көтеріп алайық, иә? Көңіл күйімізді көтеріп алайық. Бізге тақтаға назар аударайық. Ханшайымды көрдіңдер ме? Жүрекшелермен кепті, яғни жылы жүректен жылы сөздер шығады екен, иә? Қазір қарайық, бәріміз тамашалайық. Не дейді оқиық бәріміз? Ақылды бол. Ақылды бол дейді. Білімді бол. Тамаша. Ақылды бол. Оқып отырамыз. Анық жеткіз. Белсенді бол. Жақсы. Ендеше мен де сендерге бүгінгі сабаққа өз ойларымды ашық айтып, алғыр болуға, білімді болуға, ақылды болуға, белсенді болуға шақырамын. Сабақта белсенділік танытамыз. Жақсы ма? Білгенімізді ортаға саламыз. Сабағымызға сәттілік ендеше. Ары қарай кеттік балалар. Біз өткенді пысықтап алайық. Ол үшін бізге кітаптың астында жасырынған сұрақтар бар екен. Сол сұрақтарға жауап берсек, біз өткен тақырыпты қайталай аламыз. Қане, маған кім жауап береді? Өткен сабақта қандай мәтінмен таныстық, Медина? Өткен сабақта біз өлкө туралы мәтін өткенбіз. Оның аты қандай еді? Мәтіннің аты болады ғой, мәтіннің аты. Жапалақ. Тамаша, жапалақ деген мәтінмен танысқан болдыңыз, иә? Өкө жапалақ деп бірге айтамыз. Жақсы, тамаша, отыра қой, жақсы. Өте жақсы. Келесі сұрақ. Жапалақ қандай құс? Заңғар, жапалақ қандай құс? Жапалақ дөңгелдің құс. Ұшатын құс. Тамаша, өте жақсы. Өте жақсы. Ары қарай кеттік. Мәтін неден құралады дейді балалар біз? Жапалақ деген. Тамаша, орнына тұрып айта қойшы. Мәтін сөйлемдерден құралады. Тамаша, отыра қой. Біз балалар мәтін деген тақырыпты бөлімді бастаған болатынбыз, иә? Яғни мәтін дегеніміз ол өзара бір-бірімен байланысқан сөйлемдерден құралады. Мәтіннің бөліктерін айтыңызшы, қандай бөліктер бар? Мәтіннің мәтіннің бөліктері, қандай бөліктер бар еді? Айтып едік қой. Басы, неден айта қой? Отыра қой. Мәтіннің басы, ортасы, соңы. Өте жақсы, тамаша. Келесі сұраққа назар аударайық. Жапалақ неге түнде ұшады дейді? Кім жауап береді? Жапалақ неге түнде ұшады? Неге түнде ұшады? Айта ғой, өйткені түнде көзі жанады. таңдан қалай айтамыз? Неге түнде ұшады? Айта ғой. Өйткені жапалақ түндіз көзі көреді, ал Күн сәулесі оған не деп айтады? Күн сәулесі жарық. Оның көзіне бөгет жасайды екен, иә? Жақсы, жағымсыз екен, өте жақсы. Сол үшін де ол түнде ұшады екен. Келесі сұрақ. Балалар, түнде тағы қандай құс ұшады дейді? Кім әлім айта қойшы? Түнде жапалақтан басқа тағы қандай құс ұшады екен? Мәтінде тамаша айта ғой. Үкі түнде ұшады. Молодец, тамаша. Жапалақ пен үкі деп мәтінде айтады, иә? Өте жақсы, мәтінді жақсы оқып келіпсіңдер, сұрақтарға жауап бердіңдер. Керемет балалар, молодцы. Енді балалар, біз бүкіл өткен тақырыпты қайталау үшін сендерге тапсырма таратайын деп жүріп. Тапсырма. Жеке жұмыс, иә балалар? Жеке жұмыс кімнің қаншалықты өткен тақырыптарды білетін туралы тапсырма берейін деп тұрып. Қане, қаламсаптарын дала қойыңдар, қазір түсіндіріп жіберемін. Қаламсаптарды алыңдар, қазір беремін. Уақытты алмайық, тез-тез, иә балалар? Бірінші түсініп алайық, маған қараңдар. Ақиқат жалған деген тапсырма. Ақиқат деген не балалар? Ақиқат деген не білдіреді? Дұрыс, яғни шындық дегенді білдіреді, иә? Жалған деген? Өтірік, ол дұрыс емес деген мағынаны білдіреді, иә? Тамаша, біз ондай тапсырмаларды орындап жүрміз сендермен, иә? Енді қарайық. Сұрақтарға жауап бер. Жалған ақиқат болса, егер жалған болса, ақиқат болса, біздің сұрақтың
сұрақтың жауабы оған қосу таңбасын қой дейді. Сендердің алдарында жатыр ма таблица, кесте. Бірінші сұрақты оқып, бір дегенді. Мәтін сөйлемдерден тұрады. Ақиқат па, жалған ба? Тамаша. Біріншісін бірге орындадық, қалғанын өздерің әкім жеке орындады. Қосуды не ақиқатқа қоямыз, не жалғанға қоямыз жанына, е балалар? Мәтін сөйлемдерден тұрады. Келесі екінші сұрақ мен оқимын балалар. Сөйлемдегі сөздер бір-бірінен бөлек жазылмайды. Болды. Қоямыз. Не ақиқатқа қоямыз, не жалғанға қосуды қоямыз. Жалғанға. Тамаша. Айтпаймыз бұлар жеке жұмыс болғаннан кейін, айтпаймыз. Тамаша. Үшінші сұрақ. Сөйлем сөздерден тұрады. Сөйлем сөздерден тұрады. Ақиқат. Тамаша. Айтпаймыз балалар, айтпаймыз. Тамаша. Ақнұр тыңдайық, е? Айта оқиға. Мәтін сөйлемдерден тұрады. Ақиқат. Сөйлемдегі сөздер бір-бірінен бөлек жазылмайды. Жалған. Сөйлем сөздерден тұрады. Ақиқат. Тамаша. Әріпті көреміз, жазамыз. Жалған. Қой, әріпті көреміз, жазамыз. Ақиқат. Қосу ақиқатта тұрмай. Дыбысты айтамыз, естиміз. Ақиқат. Сөзде неше дауыссыз дыбыс бар, сонша буын болады. Жалған. Тамаша. Өте тамаша. Жақсы. Өте тамаша. Керемет тамаша. Отыра қой. Молодец. Рахмет. Қандай суреттер көріп тұрмыз? Сақада қараңдаршы. Неге күн тұр? Күн дегеніміз не? Жылылықты, жарықты. Ал қызғалдақтар? Көңіл күйді, әдемілікті, әсемдікті білдіреді. Жақсы. Тоғай. Ол не үшін керек? Ағашты. Ұя салу үшін керек, ауамызды тазарту үшін керек, әсемдік үшін керек. Мынау не? Балалар, енді ассоциация жасаңызшы, бұларды неге қойдық бұларды? Көз алдарыңа елестетіңізші, бұлар не үшін тұр бұлар? Қандай байланыс бар бұларды? Көктем. Тамаша, көктем. Көктемде күн жылынады. Қар еріп, ең алғаш қызғалдақтар шығады, е? Тоғайлар, ағаштар бүршік атады, құстар ұшып келеді. Ендеше біздің бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы мәтін. Ендеше мәтін көктем деген мәтінмен танысамыз. Түсінікті ме? Қазір жылдың қай мезгілі? Көктем. Ендеше көктем мәтінмен жақсылап танысып алайық. Балалар, құстар туралы кішкене құстардың атауларымен танысып алайық. Ал сен құстардың атауын білесің бе? Менің атым Үкі. Ал мен тотықызбын. Мен көгершінмін. Ал мен тоқылдақпын. Мен қарқылдау қарғам. Ал мен бүркітпін. Тамаша балалар. Ендеше құстармен танысып, балалар құстардың әрқайсының осы тіршілікте өздерінің орны бар екен, өздерінің істейтін атқаратын еңбектері бар екен. Тоқылдақ мысалы ағашты қазбайды, көгершін деген бейбітшілік құсы дейміз, айтамыз ғой, бүркіт деген қыран құс дейміз, жақсы тамаша. Демалушы құстар туралы ғой, мына бейнебаянды қарап алайық, содан кейін өзіміз жасаймыз. Тыңдап алыңдар мұқият. Қане қанат жасайық, қарлығашқа қыстайық, ұшып алайық, орнымызға қонайық, білімде алда болайық. Тамаша. Енді қане орнымыздан тұрайық. Алдымыздан. Қане қанат жасайық, қарлығашқа ұқсайық, ұшып
Okuyun. Bir söylemden okuyun. Tizbek boyunca. Hani Medine başlaydı. Көктем келді, күн жылынып қалды. Tamam, oldu. Batırhan. Gün жылынып kaldı. Niye koymayısın kolunda? Күн бір жаққа зылық-зылықтан құстар қайта бастады. Tamam, oldu Cu. Олардан бәрі бір мезгілде ұшып келмейді. Жақсы. Hani okuyun. Ең алдымен ұзақ қарға, олардан кейін қара торғайлар жетеді. Tamam, sıcak. Қар еріп болған кезде боз торғайлар ұшып келеді. Tamam, hani nasıl? Дік бұзы Ерігенде басқа құстарда келе бастайды. Tamam, қарай. Ал күн жылынғанда бұл мен қарлығаш оранады. Тамаша, жақсы. Енді осы оқырған мәтінге байланысты сұраққа жауап беріп алайық. Қане, ізденімпаз деген балалар бізде ойын бар кішкене. Кеттік, тақтаға қарайық. Сұрақ қоямыз, сұраққа толық жауап береміз. Мәтін неліктен көктем деп аталады? Анжу, неге көктем деп аталады? Мәтіннің аты. Күн жылынды, жылы жақтан сәледі. Тамаша, өте жақсы. Келесі сұрақ. Құстар қай жақтан келеді дейсіз, аңғар? Құстар? Тамаша, өте жақсы. Келесі сұрақ. Ең алдымен қандай құстар ұшып келеді дейді. Кім? Аяла, сұраққа қатысып беріп. Ең алдымен қай құстар ұшып келеді дейді. Ең алдымен. Қарға, ұзақ қарға ұшып келеді. Тамаша, өте жақсы. Жақсы бала. Ендеше қазір дәптерімізді ашайық. Көркем жазу бізде ю әрпі беріпті. Ю әрпін жазамыз. Ю әрпіне қараңызшы, көркем жаз деп тұр. Ю. Ашайық дәптерімізді. Бас әріппен үлкен юді жазамыз. Жазбайтын жолдан бастаймыз, е? Жоғары көтеріп, төмен түсіреміз. Ю. Тастаймыз. Кішкентай юді жазатын жолдың ішіне жазамыз. Әдемілеп, көркем етіп жазып шығайық. Bir жолға үлкен әрпін, бір жолға кіші әрпін. Енді топтық жұмыс жасаймыз. Топ қоймай бірінші топ, екінші топ, үшінші топ, үш топқа үш тапсырма беремін. Бірінші топқа орны ауыстырып берілген сөйлемдерден мәтін құрап жаз дейді. Жазасында түсінікті ме? Қане келе қойды Мединаның қасына. Екінші топ қараймыз. Сурет берілген, осыған әңгіме құрастырасыңдар, мәтін құрастырасыңдар. Келді. Үшінші топ бізде құстарға ұя құрастырады. Ұя. Құстарға ұя құрастырамыз қазір. Мен жабыстырамын. Ұя құрастырып жатыр. Жұмыға немене бұл? Russell Stark. Жақсы. Сөйлемде мәтін құратындар ма? Ал оқимыз бірінші сөйлемді. Мынау менің бөлмем. Оның терезесі үлкен. Менің бөлмемнің ауасы таза. Тамаша. Не құрадық? Мәтін. Мәтінді неге құрады екенбіз? Сөйлем. Сөйлемдер деді. Мына мәтін неше сөйлем бар екен? 3.
Сөйлемнің соңына қандай тыныс белгісі қойыпты? Нүкте. Тамаша, жақсы. Сөйлемнің, мәтіннің сонымен несі болады екен? Бөліктері қалай болады? Мәтіннің Басы, ортасы, соңы. Аяғы деймін соңы дейміз, жақсы. Отыра қойды. Рахмет, қане шапақта қойыңызшы балалар. Бірінші топқа, екінші топ келе қалды. Жүр келе қалды. Сюжетті сурет берілген, суреттер сөйлейді. Қане? Мәтін құрамында ма? Ал. Ең бірінші не істедіңдер? алтын қойды. Ал. Мына суретке қандай ат қойдыңдар? Көктем. Тамаша. Неге көктем деген ат қойдыңдар? Себебі қар ерді. Көрсетіңдерші қане? Қар еріді. Тамаша. Жылқылардан су ақты. Құстарға жасады. Ұяны ағашты бауыры не істеп жүр? Жақсы ойнап жүр. Қарындасы күшікпен ойнап жүр. Тағы да қандай өзгерістер бар екен көктемде қараңдаршы. Құстар күн қандай, ауа райы қандай? Күн жылы. Тамаша. Ендеше сендер көктем деген мәтін құрапсыңдар. Қане балалар шапақта қойыңызшы екінші топқа. Үйшік не үшін керек? Ұя не үшін керек? Ұя. Құстар жылыну үшін керек. Оны не үшін жасаймыз? Құстардың бауы үшін. Жақсы. Тағы да не айтасың, не қосасың? Біз құстарға не көрсетуіміз керек? Иә. Біз құстарға үйшіктерін Қамқорлық жасауымыз керек. Тағы да қандай қамқорлық? Ұя жасадық, тағы не істеуіміз керек? Тамақ беру. Иә, жем шашуымыз керек, анан қолын дәрін беруіміз керек, иә? Алдында тақтайшасы болу керек, қонатын ағашы болу керек, иә, оның? Тағы да не істейміз құстардың? Жұмыртқасын алуға бола ма? Болмайды. Тағы не істейміз? Құстарды көп ұстауға болмайды. Ендеше құстарға үнемі көктемде қамқорлық жасап, ұя жасату керек. Ағаларына, әкелеріне, иә, оны ағаштың басына іліп қою керек. Сол сіздердің табиғатқа, құстарға деген қамқорлықтарын. Жақсы. Қане шапақта қойып балалар. Рахмет, отыра қойыңдар. Сурет бойынша тірек сөздер берілген, жаңа түсіндіріп айттым, иә? Ана, сыйлық, мереке, құттықтау, 8 наурыз деген сөздерді қатыстырып, әңгіме құрау керек. Қане, бізде аналар мерекесі болып өтті, иә? Қане, соған байланысты құрайық. 8 наурыз күні балалар аналарына гүл шоқтарын береді. Мереке керемет өтті. Олар биледі, ән айтты. Аналарына гүл шоқтарын берді. Қыздарға не берді? Олар қыздарға сыйлық берді. Құттықтар сыйлықтарын берді ғой. Сыйлықтарын берді. Және не істеді олар? Құттықтау, Құттықтады. тілек, жақсы тілектер. Айтты, билеп берді. Мереке қалай өтті? Мереке керемет өтті. аналарымыз Аналарымыз бізге алғысын айтты. риза болып, Риза болды. жақсы, тамаша, өте жақсы отыра ғой. Енді балалар сабағымызды бекітейік. Бүгін өткен тақырыпты бекіту сұрақтар қойып, қазір жауап береміз. Мерекеңізбен анашым. Қорытынды. Бәйгеге шақырған бала бізге сұрақ қояды қазір, сол сұрақтарға жауап береміз. Қар еріп болған соң, қай құс ұшып келеді? Қайдан мәтінге түсеміз? Көктем деген мәтінге. Қар еріп болған соң, қай құс ұшып келеді? Мәтінге бар. Боз торғай. Қане, мәтінен оқып жүрші сол жерде. Қар Қар кезде боз торғайлар ұшып келеді. тамаша, Асылжан, өте тамаша тауып оқыдың, жақсы. Боз торғайлар ұшып келеді екен, иә?
Biz bugun tanishgan ko'ktem matnining avtori kim ekan? Muxtar Әуезовке. Тамаша, ұмытпаймыз балалар, ұмытпаймыз. Қарлығаш қалай дұрыс буынға бөлінеді? Қарлығаш деген сөзді буынға бөлейікші кәне. Кім бөліп береді? Мединан бөлші. Қарлығаш. Неше буын бар? 3. Неге 3 буын бар? Кім айтып береді? Неге қарлығаш деген сөз 3 буын бар? Айта ғой. Өйткені қарлығаш сөзде дауысы Дыбыс? бар. Неше дауысымыз бар? 3 дауысы. Өте жақсы. Қандай айтыңызшы? 3 дауысымыз. Қандай дауысымыз? Тамаша. 3 дауысты дыбыс болса, 3 буынға бөлінеді. Қандай дауысты дыбыс? Жуан дыбысы. Тамаша, жуан дауысты дыбыс. Өте жақсы балалар. Бүгін сабақты жақсы түсіндік пе? Сабаққа барлығын жақсы қатысты. Барлығына үлкен рахмет. Кім сабақты түсінді, кім түсінбеді? Кімнің әлі айтар сұрақтары бар? Кім түсінді сабақты? Мен түсіндім. Сабақ